8 наурыз күні бір қызға белгісіз адам гүл мен сыйлық сыйлады. Ал оны ашқанда ішінен шыққан нәрсе бәрін қорқытып жіберді. Неге кейбір қыздар 8 наурыз түні гүл алғаннан кейін жоғалып кетеді? Осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сәлем, қорқынышты оқиғаларды сүйетін көрермен. Арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап кет. Достар, өтініш, каналға тіркелуді ұмытпашы. Сіздердің тек қана подписка жасағандарыңыз мен үшін бір қадам. Алматы қаласы мерекелік көңіл күйге толы еді. Көшелерде гүл сатушылар, кафелерде адамдар, барлық жерде қуаныш. Сол күні 19 жастағы Айдана құрбыларымен бірге мерекені атап өтпек болды. Айдана университет студенті, өте көңілді, өмірді жақсы көретін қыз. Кешке құрбылары оны қала орталығындағы мейрамханаға шақырды. Олар бірге күліп, суретке түсіп, мерекені тойлап отырды. Бірақ сол кеш Айдананың өміріндегі ең қорқынышты түнге айналатынын ешкім білмеді. Түнгі сағат 23:20 Айдана мейрамханадан шығып, такси күтіп тұрды. Сол кезде бір жас жігіт келіп, 8 наурыз құтты болсын деп қызға гүл ұстатты. Айдана таң қалды. Рахмет, бірақ мен сізді танымаймын деді. Жігіт тек күлімсіреп, бұл сізге арналған деп кетіп қалды. Айдана гүлдің ішінде кішкентай хат бар екенін көрді. Хатта бір ғана сөйлем жазылған. Бүгін түнде бәрі өзгереді. Айдана үйіне келген соң көңілі жайсыз болды. Терезеден сыртқа қарады. Көшеде бір қара киімді адам тұр еді. Ол қозғалмайды. Тек Айдананың терезесіне қарап тұрғандай. Айдана шымылдықты жауып тастады. Бірақ жүрегі қатты соғып тұрды. Сол кезде телефонына белгісіз нөмірден хабарлама келді. Сыйлығым ұнады ма? Айдана жауап жазбады. Бірақ бірнеше секундтан кейін тағы бір хабарлама келді. Мен сені көріп тұрмын. Қыз қорқып кетті. Ол қайтадан терезеге қарады. Көшеде тұрған адам жоқ. Бірақ дәл сол сәтте пәтердің есігі жай ғана сықырлап ашылғандай дыбыс шықты. Айдана дәлізге шықты. Үй іші тыныш. Бірақ ас бөлмесінің жарығы жанып тұр. Ол баяу жақындады. Ас үйге кіргенде үстелде бір нәрсе жатқанын көрді. Қызыл қорап. Қораптың үстінде жазу бар. 8 наурыз құтты болсын. Айдана қорапты ашты. Қыздың қолынан қорап жерге түсіп кетті. Ішінде қанға боялған пышақ жатты. Ал қораптың ішінде тағы бір хат бар еді. Хатта келесі сыйлық сен боласың. Айдана дереу есікке қарай жүгірді. Бірақ есік ашылмайды. Біреу сыртынан құлыптап қойған. Сол кезде артынан жай қадам дыбысы естілді. Дәліздің қараңғысында біреу тұр. Ұзын бойлы ер адам. Беті көлеңкеде. Айдана айқайлап жіберді. Сол сәтте көршілер есікті ұра бастады. Бірнеше минуттан кейін полиция келді. Есікті бұзып кіргенде үйдің ішінде ешкім жоқ еді. Тек еденде гүлдер шашылып жатқан. Ал қабырғада қанмен жазылған бір сөйлем. 8 наурыз менің мерекем. Сол оқиғадан кейін Айдана жоғалып кетті. Полиция әлі күнге дейін оны таба алмады. Ал Алматыда бір қауесет тарады. Әр 8 наурыз түнінде белгісіз біреу қыздарға гүл береді. Ал сол гүлді алған қыздар кейде қайта көрінбей кетеді. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып, өз пікіріңді қалдырып кет. Әрине, мен оқимын. Қазақша контенттің дамуына қолдауларың қажет.